Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бастауыш. Оқу мақсаты. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыру. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Сөйлемнің тұрлаулы мүшесі бастауышты ажырату. Балалар, бірінші тапсырмада берілген ребусты шешу арқылы мақал құрастырулары керек. Берілген суреттер: өзен, терезе, білім, өрік, шеге, жүз, керік, доп, ілгіш. Ал мақалды табайық. Тексерейік. Өнерлі өрге жүзеді. Өте жақсы. Ал енді мақалдағы әрбір сөзге сұрақ қояйық. Кім? Өнерлі. Өнерлі қайда жүзеді? Өрге жүзеді. Өнерлі не істейді? Жүзеді. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сөйлем мүшелері тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер болып екіге бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер бастауыш және баяндауыш болып бөлінеді. Есте сақтайық. Балалар, берілген мәтінді оқыңдар. Сұрақ-жауап айдары. Берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Тексерейік. Дұрыс, көшіп қонуға ыңғайлы болғандықтан. Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Ал тексерейік. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық жатады. Жарайсыңдар. Кереге неден жасалады? Ал тексерейік. Кереге талдан, қайыңнан жасалады. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы жауап бердіңдер. Киіз үй мәтіні бойынша тапсырма. Бірінші сөйлемді көшіріп жазып, сөйлемнен бастауышты тауып, астын бір сызықпен сызыңдар. Балалар, оқулықтағы 99-шы бетті ашып, 6-шы жаттығуды орындаңдар. Сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Қарамен жазылған сөздердің астын сызыңдар. Оларға сұрақ қойыңдар. Бұл сөздер қимыл есі болып тұрғанын дәлелде. Тексерейік. Дұрыс. 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 Өте жақсы, балалар. Қимыл іс-әрекеттің есін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер,
нелер деген сұрақтарға жауап береді. Ауылдан әкем келді. Ауылдан кім келді? Әкем келді. Бастауыш әкем сөзі. Үйге берілетін оқу тапсырмасы. Оқулықтағы 100-ші беттегі 7-ші жаттығуды орындайсыңдар. Суретке қарап, әңгіме құрап жазасыңдар. Сөйлемдегі бастауыштарды табасыңдар. Бүгінгі сабақта сөйлемнің тұрлаулы мүшесі бастауыш болатынын білдің. Бастауыштың сұрақтарын қойдың. Сөйлемнен бастауышты таптың. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.